Ал енді мен үшін ең ауыр тақырып. Өздеріңіз білесіздер. Сол тақырыппен басында келдім. Финансовая пирамида. Ең бірінші маңыздысы бұл қаржылық пирамида дегеніміз не? Қаржы пирамидасының белгілері қандай? Олардың негізгілері қандай болады? Әлеуметтік желілерде отырсам, түрлі жарнама шығады. Бизнес тренер, коуч, өмірлерін қарасаң енді әдемі. Бай өмірлерін көрсетеді. Автокөлік, яхта, самолет. Сенуге болады негізі. Бірақ мен қаржылай сауатты адаммын ғой. Қазір білем, кейбірлері өтірік, кейбірлері шын онлайн финансовый пирамидаға ұқсайды сол негізі. Соны анықтау керек. Қайсысы өтірік, қайсысы шын екенін. Менің атым Бекзат. Бұл бағдарлама менің қаржылық сауаттылықты үйренуім туралы. Мен көптеген жаңа білім алғым келеді. Және менде бәрі ойдағыдай болатынына сенемін. Сізге бүгін бірінші сұрақ қойғым келіп отыр. Онлайн пирамидасы жайлы. Жалпы онлайн пирамида дегеніміз не? Онлайн пирамида дегеніміз біріншіден ол бертін келе осы қатты дамыған осындай қылмыстық іс-қимылдар болып табылады. Бұл жерде онлайн деп өзі аты айтып тұр, яғни бұл қашықтықтан басқарылатын, яғни классикалық қаржы пирамидаларының қашықтықтан жүргізілетін іс-әрекеттері. Егер мысалға келтіретін болсақ, бұрынғы классикалық қаржы пирамидалары ең бірінші кеңселерде жиналып, өздерінің конференцияларын өткізіп, азаматтарды сол жерге шақырып, презентациялар жасап, яғни ең белді тұлғаларды шақырып, сол жерге жарнамаларын жасап, олардан ақшаларын қолма-қол алып, сол арқылы қаржы пирамидаларын іске асырса, бұл жерде форматы кішкене өзгерген, яғни онлайн қашықтықтан жұмыс жасайды. Бұлардың бастапқы ұйымдастырушылары Қазақстан территориясында болмауы мүмкін. Шетелде отырып, осы Қазақстанда өздерінің лидерларын таңдап қойып, яғни солардың жұмысын қадағалап отырады. Және онлайн қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, азаматтардың көбісі әлеуметтік желілерді белсенді қолданады. Және көбінесе потенциалды клиенттер оларға сол ғаламторда болып танылады. Және сол әлеуметтік желілерді қолданатын азаматтарға агрессивті жарнама дейді. Сол агрессивті жарнаманы қолдана отырып, мысалы үйде отырып, сен салған ақшаңды бір аптаның ішінде 2 еселеуіңе болады деген мысалы ұсыныстар жасайды. Соған сенген халық өздерінің ақшаларын соған құяды, немесе тағы да басқа да бір бөліктер бар. Бұл жерде ақшаңды саласың, кейін ақшаңды қайтарып аласың, бірақ осы салған ақшаң үшін сен мысалы шетелде қыдырып келуіңе мүмкін, немесе шетелде жылжымайтын мүлік алуыңа мүмкін деген сияқты ұсыныстар жасайды. Осының бәрі міне онлайн пирамида деп айтуға болады. Қабылданып жатқан шаралар қаржы пирамидаларын ұйымдастырушыларды өз қызметтерін барынша жасыруға мәжбүр етеді. Олардың жаңа баспанасы әлеуметтік желілер, анонимділік пен орталықсыздандыру, алаяқтарға салыстырмалы түрде қауіпсіз болуға және олардың схемаларын жазасын қалдыруға мүмкіндік береді. Олар мұны қалай істейтінін түсіну керек. Сонда менің түсінуім бойынша онлайн пирамида ол бұрынғы классикалық пирамиданың келесі қадамы болып табылады, иә? Дұрыс айтасыз, қылмыстар бір орында тұра бермейді. Мысалы, ең басында қағаз жүзінде немесе іс жүзінде былай кездесіп азаматтарды сол қаржылық пирамидаға тартумен айналысқан болса, бұл қылмыстар орында тұрмай, яғни эволюциялық бір даму сатысына өтеді. Көбінесе қазіргі таңда мысалы қылмыс жасау үшін азаматтар бір-бірімен кездеспесе де болады, қашықтықтан отырып, мысалы қазір Zoom платформасы арқылы кездесулер ұйымдастырады екен, ол туралы бізде де мәлім. Қылмыстық іс тергелуде, мысалы қаржы пирамидалары бойынша, олардың ұйымдастырушылары мысалы басқа шетелдік елден отырып алып, осындай Zoom платформасын қолдану арқылы сол қаржы пирамидасына кірген азаматтарға, яғни бұл қылмыстық іс қозғалғанына сенбеуіне шақырады.
мысалы мемлекеттің әдейі жасап жатыр бұл істі біз үшін деп оларды қайта басқа бағытта сендіру жұмыстарын жасайды. Ал шындығына келгенде бұл азаматтардың қалтасына қолын салып, яғни ақшасын алып алу болып табылады. Сайтты құру үшін алдымен оны жасау керек, оны беттеу керек, серверге орналастыру керек, ал ең бастысы тіркеу қажет. Өткен жылдың өзінде ғана қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобы күмәнді ұйымдардың 200-ден астам сайтына тосқауыл қойды. Өкінішке қарай кейбір пайдаланушылар, әсіресе жастар, тез және ауыртпашылықсыз байып кете алуға болады дегенге сенеді. Бұған сәттілік тарихи және әдемі өмірдің көрінісі ықпал етеді. Бәрі жақын, тек осы өте сәтті және қарқынды дамып келе жатқан жобаға инвестиция салыңыз болғаны деп сендіреді. Алайда, тәжірибе көрсеткендей, салымшылар көбінесе уәде етілген кірістілік түгілі осындай жобаларға салынған қаражатынан айырылады. Алаяқтар бастапқыда шағын сыйақы төлейтін жағдайларда туындайды. Және болашақта неғұрлым көп пайыз ұсынсаңыз, соғұрлым көп қаражат саласыз. Мұндай ынталандыру төлемдері пайдаланушыларды қолда бар барлық қаражатты қосып қана қоймай, кейде мүліктерін сатуға және тіпті кредит алуға мәжбүр етеді. Ұсыныс өте шектеулі деп жиі айтылады. Неге адамдар осыған сенеді? Негізі бұлай ойлап қарасаң, әр адамның өмірінде бір рет болсын, бір сеніп қалған досы болсын, бір танысы болсын бар. Мүмкін мен өз басымнан да өткен мысалы қаржы пирамидасына сенген уақыттар. Қалай ойлайсыз, неге біздің адамдар соншама сенгіш сондай дүниеге және оларды қалай сол жерге арбап алдап алады? Өйткені ол енді қылмыс қой, өтірік болғасын. Неге біз сене береміз және оны қалай бізді алдайды? Әрине біз енді азаматтардың бәрін өзінің қасындағы туысқанына сенбеуге шақыру деген ондай біз үгіт насихат жасамаймыз. Әрине бұл біріншіден біздің өзіміздің тәрбиелік, мүмкін өзіміздің мәдениетімізге шығар. Ал шындығына келгенде азаматтар қазір сеніміне қиянат жасайды дейді. Мысалы, қылмыстық кодексте осындай қылмыстар бар, сеніміне қиянат жасау арқылы оның қаражатын жымқыру мысалы. Бұл көбінесе кездесетін азаматтарға қатысты. Қаржы пирамидалар болсын, немесе кәдімгі алаяқтық болсын, бұл жерде азаматтарды ең бірінші бір үлкен табысқа, немесе үлкен бір қол жететін бір мүлікке, автокөлік алуға бір оңай жолын ұсынады, соны сендіреді, сол сенген азамат өзінің қалтасындағы ақшасын беріп қояды. Енді сеніп қоюдың өзі де, мысалы, көбінесе соңғы кезде өздеріңіз байқап отырсыздар, жарнаманы қолданған кезде бұлар шоу-бизнестағы тұлғалардың платформаларын қолдану арқылы жүзеге асырады. Бұл дегеніміз қалай? Бұл шоу-бизнестағы азаматтар халыққа танымал. Біріншіден, бұл кісі жауапты тартады деп ойлайды, жауапкершілікті осы кісінің мойнында деп ойлайды. Одан кейін бұл кісінің айтып отырған сөзіне, мысалы, көбісі сенуге дайын. Сондықтан осыған ере отырып, осындай қылмыстарға жол береді және өздерінің ақшасынан айырылып қалу фактілері болып жатыр. Университеттер экономистерінің тобы жүргізген Лиги Плюща зерттеуінің шеңберінде инвесторларға таңдауға салымдардың екі нұсқасы ұсынылды. Кірістілігі 30% және тәуекелі 50%, және кірістілігі 20% және тәуекелі 10%. Зерттеуге қатысушыларды екі топқа бөлді. Біріншілеріне өз бетінше және тыныш жағдайда таңдау жасауға мүмкіндік берді. Екінші топпен олар мынадай психологиялық қысым жүргізді. Олар сөз арасында тәуекелді инвестициялардың сәттілігі туралы айтып, таңдауға уақыттық шектеу қойды. Нәтижесінде бірінші топ өкілдерінің 90% аз тәуекелдің пайдасына саналы таңдау жасады. Екінші топта инвесторлардың 82% тәуекелге баруға дайын болды. Пирамидалардағы адамға психологиялық қысым адамдарға ақша салуға мәжбүр ететіні белгілі болды. Өзіңізді алаяқтар мен пирамидалардан қалай қорғауға болады? Енді сіз жаңа айтып кеттіңіз, шоу-бизнестің адамдарды жарнама жасау мүмкін, туған туысқандарды айту мүмкін. Енді оның бәріне шынымен де сенуге болады деп ойлайсың өзің, бірақ енді өзің қалай қорғауға болады алаяқтардан? Қандай кеңестер бересіз? Ең бірінші азаматтар ойлану керек. Бұл ұйым сізге қандай ұсыныс жасайды? Біріншіден, немесе сен туысқаның, немесе сол шоу-бизнестағы жарнама жасап жатқан адамдар. Егер өздеріңіз нарықты жобалап қарайтын болсаңыздар, егер оңай бизнес, осындай инвестиция немесе оңай бизнес түрлері көп болатын болса, біздің азаматтардың көбісі
үйінде жатып ақ жағдайларын жасап жата береді. Бұл бірінші фактор. Екіншіден, сізге егер хабарласып осындай проекттерді ұсынып жатқан жағдай болатын болса, тексеру керек. Бұл азаматтар сіздің контактыңызды қайдан алды? Мысалы, сізді бір танысыңыз ұсынған болар, міне мына кісі менің артымнан келетін, осы адамға звондап хабарласу керек деп. Және жалпы алаяқтарға ұсталып қалмас үшін азаматтар ең біріншіден өз 2-3 рет ойлану керек. Мысалы, үлкен қаражаттағы операциялар болатын болса, бұл операцияны сол маман иелерімен немесе басқа да сол банк саласы болсын немесе басқа да заңгерлер саласы болсын, сол саланың басқа да мамандармен ақылдасқаны жөн. Өйткені тек қана бір адамға, өзіңнің көршіңе немесе туысқаныңа сене қалып, бір ақшаны барып сала салғанның өзі де болмайды. Өйткені бұл жерде қаражатың өзіңнің қалтаңнан төленеді, ал ертеңгі күні алданып қалған кезде бұл сенің туысқаның болсын, көршің болсын, оған жауапкершілік тартпайды. Мен білген жоқпын, мысалы, мен де сен сияқты алдандым деп айтады. Сол үшін ең бірінші мамандардың кеңесіне жүгіну керек. Екіншіден, бұл қаражаттың ақша салғаннан бұл 100% қайттан еселейсің дегенге сенбеу керек. Өйткені қазіргі күні нарықта ондай жобалар жоқтың қасы. Өйткені барлығы сөйтіп ақшасын салып, екі еселеп ақшасын көбейтетін болса, біздің азаматтардың көбісі қазір сіз айтқандай жұмыс істемей үйлерінде жатар еді. Сондықтан ең бірінші сол мамандардан кеңес алу керек, өздері ұқыпты болу керек, және өздерінің ақшаларының қайда салынып жатқаны туралы, қандай организация, қандай ұйым екенін нақты білу керек. Ең бастысы, өз қаражатыңызды аудармас бұрын компанияны, беделін және ол ұсынатын ақпараттың шынайылығын зерттеңіз. Қаржы ұйымдарының барлығы Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің атынан қаржы реттеушісі берген лицензияға ие болуы тиіс. Қаржы пирамидасымен байланысқаныңыз туралы күдік туындаған жағдайда шұғыл түрде тұрғылықты мекенжай бойынша құқық қорғау органдарына жүгінуге болады. Компания иелері және басшылығы туралы ақпаратты зерттеңіз. Сондай-ақ, оның қайда тіркелгенін анықтаңыз. Егер басшылық туралы деректер құпия болса, ал компанияның өзі қандай да бір офшорлық аймақта тіркелген болса, онда бұл ұйымның қызметтеріне жүгінудің, әсіресе оған өз ақшаңызды сеніп тапсырудың қажеті жоқ. Инвестициялардың жоғары кепілдендірілген кірістілігін уәде ететін болса, сақ болыңыз. Пирамидаларға оны орындамайтын болғандықтан 50, 100 және 200% кірістілікті уәде ету оңай. Ал егер компанияның тіпті жеке сайты болмаса, және ол тек қана әлеуметтік желілерде ғана әрекет ететін болса, бұл оларға қаражат салмаудың ғана емес, олардың күдікті қызметі туралы құқық қорғау органдарына хабарлаудың себебі болып табылады. Интернеттегі пирамидалар туралы тағы не білуіміз керек? Енді тағы бір сұрақ, оларда мысалы онлайн пирамиданы қадағалайтын бір мекеме, ұйым бар ма Қазақстанда? Қазіргі енді сіздің айтып отырғаныңыз онлайн пирамида дегеніміз мысалы бір тіркелген бір заңды тұлға ретінде тіркелген ұйымдар жоқ ондай. Өйткені ол заңды түрде тіркелетін болса, ол заңды түрде жұмыс істеуде деген сөз. Бұның бәрі қазір заңсыз түрде болғаннан кейін бұл онлайн платформа арқылы олар өздерінің жұмыстарын қандай платформа жаңадан шықпасын, сол арқылы жұмыстарын жүргізе береді. Бірақ енді қазіргі таңда Қазақстан құқық қорғау органдары, басқа да мемлекеттік органдар бұл бағытта жұмыстарын жүргізуде. Мәселен, айта кететін болсақ, соттың үкімімен бірнеше мысалы ойын саласындағы электронды мысалы нелер, сайттар, тағы да басқа күмәнді осындай қаржы пирамидалық сайттары соттың үкімімен олар жабылады, және Қазақстан аумағында оларға жұмыс істеуге мүмкіндік бермейді. Көбінесе қазіргі сол онлайн салада жұмыс істеп жатыр дегеннің көбісі сол басқа да бір платформалар қолдану арқылы азаматтарға, яғни әлеуметтік желілер арқылы шығып, өздерінің жұмыстарын жүргізуде. Онлайн пирамидалар танымал әрі өте тиімді психологиялық әдіс. Жіберіп алған пайда тәуекелі әлеуетті инвесторға ықтимал тәуекелдер туралы хабарламадан гөрі әлде қайда күшті әсер етеді. Бір жағымсыз фактор жеңіске жету ниеті, яғни сіз көптеген адам байыған, мысалы алдыңғы өте тиімді ұсынысты жіберіп алсаңыз да, алаяқ сізге бірден одан да тиімдісін ұсынады. Бар болғаны алдыңғыдан көпте ақша салып, сәл күте тұру керек. Сондықтан да көбі соңғы қаражатын беріп қана қоймай, қарызға да кіреді. Сақ болыңыздар, алаяқтардың араңдатуына бой алдырмаңыз және пайдалы ақпаратты көбірек біліңіз.
Бүгін мен қаржылық алаяқтықтың тағы бір түрін қарастырдым. Енді бұл онлайн пирамидалар біздің көрермендерге әсер етпейді. Адамдар тәттіге жиналған шыбын тәрізді қаржылық пирамидаларға ағылмайды. Мен түсінген ең маңызды нәрсе, сіз әрқашан сақ жүруіңіз керек. Өйткені алаяқтар біздің әр басқан қадамымызды бақылап отырады. Негізі алаяқтар көбейіп кетті. Тіпті криптовалюта, бағалы қағаздар, инвестицияға да кіріп кеткен. Пирамида дегеніміз бұл дәстүрлі қаржылық пирамидалар сияқты тиімді инвестицияларды имитациялайтын, крипто жобаларға қатысуға шақыратын алаяқтық схема. Біздің бағдарлама сенімсіз тұрғындардың өз қаржыларына мұқият болуына көмектеседі.